3 класста язылған кемпір апам қант көрсе қосығын айтып бере жаққан. Кемпір апам қант көрсе жасырады жүреді, жей бермең деп біздерге бақырады жүреді. Мазалы деп көп жесең, тіс қалмайды тісіңнен, тісім бүтін болсын десең, шығарма деді есіңнен. Үкем сонда кемпірге, расыңды айт деді, өзіңнің неге тісің жоқ, жей бердің бе қант деді. Күліп қойды апамда, дұрыс қызым сөзің деп, зияны бар деп айтпады кемпіріміз біздің деп. Соның үшін мен қантты нан орнына жегенмен, базда ішпей ауқатты қант тауып бер дегенмен, ауырып сызлап тіслерім, мазам болмай көп жаттым, зиянын оның білмедім, қант жемеске серт айттым. Апа, деді Гүлнара, сорау берсем бола ма? Күнде емес, күн ара, азырақ жесем бола ма? Жегін келсе азырақ, берейін қызым әзірақ, қантты құры жей берме, тек шайменен іш бірақ. Қант жегісі келгені, Гүлнара апа шай деді, қызымның шай ішкені қант үшін-ау пай деді. Кемпір менен ақылға бұл сырды жақсы біледі, түсінісіп бір-бірін біледі де күледі.